Ассаламу алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай үй жағдайында жұмсақ болып шығатын нан дайындайтын боламыз. Ол үшін ең әуелі бізге жылы су керек болады. Жылы суымызды ең алдымен ыдысымызға құйып аламыз. Одан кейін бір ас қасық ашытқымызды саламыз, құрғақ ашытқымызды. Одан кейін 3 ас қасық ұнымызды саламыз. Содан кейін жақсылап араластырып 15 минутқа қойып қоямыз көтерілгенге дейін. Көп болып көтерілген кезде одан кейін мінекей осылай көп болып көтеріліп шығады. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Одан кейін шай қасықпен тұзымызды саламыз. 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Одан кейін өлшеп алған ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Осы әдіспен жасасаңыздар нандарыңыз жұмсақ болып шығады. Осылай жұмсақ қылып илеп аламыз. Одан кейін 1 сағатқа көтерілгенге дейін бетін жауып, жылы жерге орап қойып қоямыз. Енді көтерілген нанымызды алып, осылай табамызға орналастырып, дәл осындай форма жасасаңыздар болады. Өте әдемі көрінеді. Алдымен дөңгелектеп, осылай видеодағыдай қолымызбен басып, осылай формаға келтіріп шығатын боламыз. Қамырымызды табағымызға салып болғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып қойсаңыздар жақсы көтерілетін болады. Ең алдымен жаңағы бастапқыдай алдымен суымызды дайындап алып, оның үстінен ашытқымызды салып, 1 ас қасық, одан кейін 3 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, 15 минут бетін жауып қойсаңыздар жақсы көпіршіктеніп, қамырымыздың көтерілуіне жақсы көмектеседі. Нанымызды болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей жұмсақ болып шықты. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнап жатса достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.